Хей, барлықтарыңа сәлем достар, бұл видеода мен Нұрлан Қаламға айсберг жасаймын. Достар, осындай сияқты видеолар уже ютубта екеу, менікі үшіншісі болмақ. Бірақ та бұл айсберг басқа авторлардың жасаған айсбергтерінен қарағанда әлдеқайда серьезный болады. Әлдеқайда кәдімгі шынайы айсбергке ұқсайды. Достар, ең бірінші айсбергтің не екенін түсініп алайық. Айсберг тек қана беті ғана белгілі, ал шын мәнінде көлемі қаншалықты үлкен екені белгісіз. Осы сияқты біз Нұрланның барлық білетін факттардан бастап ешкім білмейтін факттарға шейін аяқтайтын боламыз. Ал сіздер менің арнама тіркеле беріңіздер, ал біз видеоны бастаймыз. Достар, айсбергтің шыңында базовый факттар ғана болады, так что бізге қорқынышты музыканың қажеті жоқ. Нұрлан Қалам бұрын Қаламов болған, қазір официально атын Нұрлан Қалам деп өзгертті. Руы Беріш 1998 жылы 15 қарашада дүниеге келген, менен 10 жас үлкен және де Атырау қаласында дүниеге келген. Нұрлан Қалам өз карьерасын Майнкрафт летсплейлары арқылы бастаған. Нұрлан Қаламның 3 арнасы бар: Нұрлан Қалам, Қаламго, Қаламблог. Тағы бір канал бар, бірақ ол қазір жұмыс жасамайды. Сонымен қатар оның тиктокта, телеграмда, твичта арналары бар. Оның тағы да арнасы бар, бірақ активі оның өлік. Менің ойымша оны просто сатып жібере салу керек секілді. Дәл қазір Нұрлан Қалам Алматы қаласында қоныстанған. Алматы қаласында Әлішер деген досымен бір квартира жалдап, сол жерде тұрып жатыр. Бәріміз оның Қаламстан деген проектін білетін шығармыз. Соңғы бір жылдың ішінде бұл проект оның ең үздік проекті болған болатын. Қазір оның екінші сезонына уже анонс шықты. Бұл алғашқы 10 факт тек верхушка айсберга болатын. Бұл факттарды тіпті Нұрланмен араласпайтын, тек қана оны сырттай танитын адамдарға да мәлім. Ал біз төмен қарай түсе береміз. Нұрлан Қалам айына қанша теңге табады? Жалпы ютубер болғандықтан ол белгісіз әртүрлі болуы мүмкін, бірақ как минимум 350 мың теңге табады. Негізі одан көп. Бұл дегеніміз Нұрлан Қалам Қазақстан бойынша орташа жалақыдан кішкене жоғары табады деген. Нұрлан Қаламда күміс кнопка екеу, ең біріншісін 2019 алды, екіншісін 2023 жылы. Нұрлан Қалам 2017 жылға дейін орысша контент түсіріп жүрді. Оның ютубтағы достары, ең жақын достары Айшуақ, Делин, Нонакун. Жалпы Нұрлан Қалам шығармашыл адам, контент жасағанды ұнатады. Ютубқа келгеннің бірден бір себебі де осы. Тіпті ол кішкентай кезінде өзін аниматормын деп санаған, болашақта аниматормын деп өзінің болашағын солай көрген. Нұрлан Қалам 2020-21 жылы анимация арнасы болған. Ол жерде қазақша мультсериалдар шығып тұратын еді. Ол тіпті қазақша Кескін дейтін анимация тобында да болған. Нұрлан осы қыркүйек жаз айларында кәдімгідей толық болатын, бірақ қазір уже кәдімгідей заметно арықтағанын байқасақ болады. Ол қазір тіпті диетада. Біз білетін Нұрланның қалыптасуына жалпы 2 адам себепші болды. Біріншісі Армани, ол қазақ ютубын бастауға кеңес берді, ал екіншісі Әлішер, ол ютубта қалай канал ашуды үйретті. Нұрлан Қалам 4 тіл біледі: қазақша, орысша, ағылшынша және французша. Біз әлі айсбергтің үстіндеміз. Енді жайлап астына түсіп бастаймыз. Нұрлан Қалам ағылшын тілі мұғалімдігі бойынша университетті бітіріп, 2020 жылы мектепте сабақ берген, ағылшын тілі пәні болып, және де ол вахтада жұмыс жасаған. Ал 2021 жылы Нұрлан Қалам Алматыға Әлішер деген досымен көшіп келеді. Жалпы бұрын 2020-21 жылдары ол күніне 3 видеодан шығаратын еді. Бірақ ол выгорание алып, сол уақыттан бастап видеоны көп шығармауды шешті. Нұрлан Қалам қазақ ютубына келгенде ода уже опыт болған, ода уже инструменттер болған: камера, микрофон, компьютер деген секілді. Достар, давайте кішкене пауза алайық. Мынау менің тикток каналым, осыған тіркеліп қойыңыздар, күшті эдиттер шығып тұрады. И еще достар, менің досымның Легокрафт дейтін телеграм каналына тіркеліп кетіңіздер. Ол жерде біздер Майнкрафтта футбол ойнап, кәдімгідей команда болып сөйтіп ойнай аласыздар. Ал енді жалғастыра берейік. Нұрлан Қалам монетизациядан ең көп тапқан ақшалар ол шамамен 1 миллион. Нұрлан Қалам бірнеше рет отношениеде болған, бірақ біз білетін отношение ол Нұрлан мен және оның Мадина деген қызы. Давайте достар, енді Нұрланның авасы туралы сөйлесейік. Көріп тұрған ава, достар, Нұрланның официальный ютубтағы авасы. Оның тұрғанына уже ұзақ болды, бірақ бұл ава ең алғаш 2022 жылы 11 қыркүйекте пайда болды. Бірақ өкінішке орай бұл аваның авторын мен таба алмадым. Нұрланның еще Қаламго каналының бұрынғы авасы осылай көрінген. Ал бұл суретте сіздер Нұрланның прайм формасындағы фотосын көріп тұрсыздар.
Достар, сіздер білесіздер ме? Нұрлан Қаламның Қалам Го арнасының ашылу себебі ол оның основной каналының бұзылуына ұшырауы. Основной канал бұзылуға ұшырағаннан кейін ол новый канал ашып, барлығын подписчиктеріне түсіндірген болатын. Достар, бағана айтқанымдай, Нұрлан Қалам бір жыл мұғалім болған 2020 жылы. Ол мұғалімдіктен кетіп қалды. Себебі жай ғана шаршау емес. Оның тағы бір себебі бар. Себебі ол өзінің қорқынышты оқиғаларында былай айтқан болатын. Ол мұғалім болған. Ол бір классқа сабақ берген. Ол класста миында ауытқуы бар бала мектепке кәдімгідей пышақ алып келіп, сондай бірдеңе болған. Ол кәдімгідей баланың миы істемейді, тәртібі өте нашар, бірнеше мектептен ауысқан болатын. Осы жағдай Нұрланға травма болды десек те болады. Осы да бірден бір себеп Нұрланның мұғалімдіктен шығуына. Давайте, достар, енді серьезный сұрақтарға жауап берейік. Нұрлан Қалам гей ма? 2024 жылы Нұрлан Қалам видео шығарған болатын. Жалпы ол видео конкурс сияқты. TikTokта қайсының видеосы көп просмотр жинайды, соған ақша салатын деген. Өзінің видеоларына реакция жасап жатқан кезде осындай видеоға тап болды. Және де позорды жабу үшін ол өз оправданиясында бұл жерде мен жай ғана правда или действие деген ойынды ойнадым деп айтқан болатын. Менің ойымша бұл шындыққа ұқсамайды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Достар, менің ойымша көпшілік начинающий ютуберлер ойлайтын шығар. Ютуберлерге рахат, Нұрланға рахат, ойын ойнайды, ақша табады, проблема жоқ, кайф деп. Бірақ достар, негізі бұл жерде ожидание реальность дейтін нәрсе бар. Негізі достар, кез келген ютуберде авторда выгорание дейтін зат болады. Барлығынан шаршайды, бірақ мақұл, ол заттар қайтадан кейін орнына келеді, кейін қайтадан шабыт ашылады. Бірақ егерде Нұрлан сияқты детский контент түсіретін болсаң, сенде үлкен жауапкершілік бар. Бір қате сөз айтып қалатын болсаң, кішкентай балдар сені жек көріп кетеді, ал ата-аналар оны байқап қалатын болса, саған өте жаман, өте ауыр тиетін сөздер жазып тастайды. Осындай жағдайлар Нұрланда жиі болып тұрады. Жалпы көп адамнан естуге болады, бұл бұрының жасы 27-те, бірақ ол бала сияқты деп. Бірақ та Нұрлан өзі айтқан стримында мен ешқашан видеодағыдай емеспін деп. Яғни негізі Нұрлан Қалам негізі шын өмірде реально бір взрослый адам. Видеосында негізі қатты сөйлемейді, даже тек қана бір нарезка жасап, сондай қызық моменттерін ғана жасайды. Давайте, достар, ең бірінші энергетиктен бастайық. Нұрланның бәріміз энергетик ішетінін білеміз, бірақ айта алмаймын ода қатты тәуелділік деп, бірақ сондай бір кішігірім энергетика деген тәуелділік бар. Темекіге келетін болсақ, если честно, мен темекі шегетінін білгенде деп қалған болатын. Мына видеода если что, ол шынымен де шегіп жатыр, анықтап қарап көрсеңіздер болады. Нұрлан Қалам өз оқиғаларында, кринж оқиғаларында айтқан болатын. Ол бір өмірінде бір рет арақ ішкен, тойда арақ ішкен, қуған, бәрі оған суретке түсірген там. Содан кейін қатты кринжовать етіп, ол содан кейін вообще ішпейтін болып кеткен. Соған ол өте қатты өкінеді. Бірақ одан кейін ішті ма, ішпеді ма, оны енді білмеймін енді. Нұрлан Қаламның мен білетін денсаулығында екі кемшілігі бар. Ең біріншісі, оның соқыр ішегінде проблемалар болған, оны операциямен алып тастаған. Екіншісі, ол майтабан, ол көп жүре алмайды. Айшуақ деген ютуберді барлығымыз білетін шығармыз. Оның бір ерекше контенті бар. Ол басқа ютуберлердің телефонын тексеріп, подписчиктерге көрсету. Ол солай Нұрланға жасаған, Нұрланның, Google историясын тексерген, Нұрлан ұсталып қалған, өте позорно ұсталып қалған, прям обидно кәдімгі. Достар, бұл сферада әлі әңгіме біткен жоқ. Давайте созбай, мұны просто осы видеоны көріңдерші. Енді сұрақ.
Нұрлан бұл звук эффектті қайдан алды, достар? Ойланыңдар, естеріңе түсіріңдер. Ладно, достар, енді бұны комментировать етпей ақ қояйын, енді өздеріңіз комментарийға жазыңыздар. И вот, достар, осылай менің айсбергім соңына жетті. Қалай шықты жалпы? Комментарийға жазыңыздар, лайк басыңыздар, ал мен видеоны аяқтаймын. Сау болыңыздар.